Сөз анасы сәлемімді жолдаймын, дана халқым қолдайтын ата салтын. Сәлем бердім баршаңа көпшіл қауым, деніңіз сау, жүзіңіз болсын жарқын. Кезегі келді таныстыру ел жұртқа, қызықтырған сұрақтар мен қынжылта. Қазағымның тарихын зерделеген, Гүлмира атты Қоңырат елінің қызғалдағы. Ертүріктің бесігі Түркістаннан, алтын бесік Ақтөбеге келгеніме биыл 2-ші жыл. Көптің арасынан суырылып шығып, Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу рейтингі бойынша топжарған 10-нан 4-ші орында тұрған беделі биік, қазыналы білім ордасы, аты затына сай Құдайберген Жұбанов университетінде қазақ тілі және қазақ әдебиеті мамандығында 2-ші курс оқып, рухани байлығымызбен, құндылықтарымызбен сусындап жатырмын. Білім көкжиегіне сеніммен ұмтылып, 4 жыл уақытымның бос өткені, өмірдің бос өткені дей келе, уақыт кедіреуіне бөгет жоқ екендігін ерте түсіне отырып, университеттен бөлек қыздың 40 жаны бар деген ұғымға ұқсауға бағып, мұғалімдерді даярлайтын МДС жобасының стипендиаты атанды. Онда білім философиясын жаңғыртуға ат салысып жүрген қатарластарымен бірге дамудамын. Еліміздің болашағы мына біздің қолымызда. Егер дұрыс білім бере алмасақ, ең үлкен өмірлік миссиямызды жоғалтуға бой алдырғанымыз деп білемін. Сол себепті де қазірден бастап елдігімізді көтеруді өзімізден бастайық.